Армысыздар, қымбатты достар, өте қуанышты жаңалығымен сіздермен бөліскім келіп отыр. Біз үшін қосымша ақпараттар біліп отырмыз, соны күнделікті уақытылы сіздерге жеткізіп отырсақ дейміз. Сіздермен мақсатқа. Енді қараңыздар, қымбатты достар, жалпы бұның алдында да мен бір бейнеролик түсірген болады. Бұл жерде көптеген қажетті ақпаратты беріп өткенмін. Яғни сол бейнероликті көргілеріңіз келсе, мақсатпен YouTube каналына өтіп, міндетті түрде сояқтан бейнероликті тамашалап, өзіңізге қажетті ақпаратты алыңыз. Бұл мен екінші бейнеролигім, сондықтан мен мына жерде жазып қойған part 2, part 2 алға, қымбатты достар. Енді бүгін отбасы банкін құттықтап қойсаңыздар болады, себебі агентство Финнадзор, яғни мемлекеттік финрегулятор, сол бізге бүгін лицензияны берді. Осы бағытта жұмыс жасауға, шот ашу, яғни бүкіл барша қызметтерге. Енді көптеген халықты толғандырып жүрген сұрақ, инвестициялық табыс бұл жағдайда есептеліне ме деп атады. Қымбатты достар, инвестициялық табыс міндетті түрде есептеледі. Уайымдамаңыздар. Егер сіздердің пенсиондаларыңыз егер емес, яғни бар ғой, инвест табыстарыңыз есептеле ме, есептелмей ме деген екі ойда жүрсеңіздер, еш уайымдамаңыздар, міндетті түрде есептеледі. Қалай өтінім береміз? Сайт арқылы, қай сайт арқылы? Әзірге нақты белгісіз, мүмкін өзі бөлек бір платформа болар. Жақындаған сәтінде міндетті түрде сіздерге хабарлайтын боламыз. Егер сізде тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне шотыңыз бар болса, онда сізде, яғни ЖСБ24 қосымшасын қолдану арқылы өтінім беруге мүмкіндік болады деген ақпарат бар. Қымбатты достар, өтініш беру, яғни қандай кезеңдерден тұрады? Өтініш беру дегеніміз, яғни мен мысалы мақсат, менде де ипотекам бар қазіргі таңда, менде мысалы шектеу сомасынан асқан жағдайда мен өзім Доғыр банксызаймын, яғни қандай мақсат қалдымда мен пәтер алдым, соның бәрін растап, құжаттардың бәрін жинап, мен бағана өтініш беру барысында сканерлап, немесе суретке түсіріп, соның бәрін салатын болам. Соның бәрін салып мен жіберем. Яғни мен бағанағы белгілі бір санаттар болады ғой, яғни қай жағдайда сіз ол ақшаға, яғни иелік ете аласыз, немесе претендовать ете аласыз дегендей. Одан кейін бірыңғай жинақтау зейнетақы қорынан егер сіздің мақсатыңыз, егер сіздің ақшаны аудару өтініміңіз келісіп тұрса, онда сізге, яғни бағанағы тұрғын үй құрылыс жинақ банкі, яғни отбасы банкіне айып етпеңіздер, ақша аударылатын болады. Одан кейін енді үшінші этап ақшаны жұмсау дегеніміз ол мақсатты жұмсау болу қажет, қымбатты достар. Ескере кететін жайт, сіздің берген өтініміңіз 10 күн ішінде қарастырылатын болады. Неяқта мен айтап өттім, ақшаны мақсатты қолдану. Целевое использование займа деп аталады. Енді қараңыздар, 01.01.2021 жылға дейін алынған пәтер болса, сіз яғни еш уайымсыз өзіңіздің пәтеріңізге барып, яғни несиеге аудара аласыз пәтеріңізге. Яғни алдында айтып еді ғой, белгілі бір шектеулер болады, 5 жыл ішінде сатуға болмайды деген. Егер 01.01.2021-ге дейін алынған пәтер болса, ондай шектеулер сізге қатысты болмайды. Егер 01.01.2021-ден кейін алынған пәтер болса, жалпы енді мен ойымша минималды несиені рәсімдеу уақыты 6 жыл. Енді кемінде 5-6 жылыңыз осымен өтіп кететін болады, қымбатты достар. Нақты көпшілікті толғандырып жүрген сұрақ. Менде бір пәтер бар, менде екі пәтер бар, мен тағы пәтер алам ба осы, яғни өзім зейнетақы қорындағы ақшаны қолдана отыра. Ешқандай, яғни сіздерді тоқтатып тұрған тосқауыл жоқ. Екінші пәтер алыңыздар, үшінші пәтер алыңыздар. Ақшаңыз шектеу сомасынан асып тұрма, ала қойыңыздар. Одан кейін аз болса, енді бұл бағдарламаның бір уақыты жоқ. Мысалы, көпшілік сұрап отыр ғой, қай уақытқа дейін, 1 ай бола ма, 2 ай бола ма, 3 айдан бітіп қала ма, 4 айдан бітіп қала ма, 1 жыл бола ма, бұл бағдарламаның әзірге шектеуі жоқ. Сондықтан әзірден өтінім бере беріңіздер. Егер ақшаңыз жетпей тұрса, шамалы жетпей тұрса, онда шамалы күтіңіздер. Келесі жыл күтіңіздер, 10 жылға дейін күтіңіздер. Жалпы мен ойымша ұзақ уақытқа қарастырылған бағдарлама деп ойлаймын. Енді қымбатты достар, одан көпшіліктен кеп отқан сұрақ, айтып отырмын ғой, негізі халықтың арасында бір миф болады ғой. Яғни мынаны істесе мынау болмайды екен, ананы бетсе былай болады екен. Яғни халықтың өзі сол мифті шығарып алады. Ауызекі әңгіме, бағанағы өсек, анан бүйтіп қапты, мынау сөйтіп қапты дегендей, кредиті енді мынандай бір әңгіме жүр екен халықтың арасында. Көпшілік сұрап отыр осын. Егер өзге екінші деңгейлі банкте кредиті бар болса, яғни зейнетақы қорында ақшаны аламайды екен. Қайдан шыққан әңгіме? Достар, қайдан шыққан әңгіме? О заман да бұл заман. Қазіргі уақытта біздің елімізде кішігірім болсын кредиті жоқ адам бар ма? 70% адамда несие бар. Менің ойымша. Яғни мен бір статистика жүргізген жоқпын. 70% адамда несие бар. Сонда не? Мен енді өзім, мысалы, банкта жұмыс жасап келе жатырмын ғой, 8 жыл.
әрбір ассалаумағалейкумда кредит бар, ассалаумағалейкум кредит, ассалаумағалейкум кредит. Сондықтан білмеймін, кредиті барлар қатыса деген не әңгіме ол? Жоқ, қымбатты достар, ондай бір шектеу жоқ. Сенде ана банкта кредит бар екен, сен қатыса алмайсың деген. Сондықтан барлықтарыңыз қатыса аласыздар. Барлықтарыңызға қымбатты достар, сәттілік. Қазірден бастап Егов мобайлды жазып алып, ақшаларыңызды тексеріп, көріп, қуанып, бағана алдыңғы видеомды көрсеңіздер, отбасы туыстардың арасында, яғни біріктіре аласыздар. Егер бір бауырыңызға, туысыңызға үй алу керек болса, бәріңіз жиналып, жан-жақта бір-бірлеріңізге көмектесуге, іс-әрекет жасауға күш жинай беріңіздер достар. Сондықтан қандай да бір ақпарат шыға сала, мен сіздерге Құдай күш-қуат берсе, ақпаратты уақытылы беріп тұруға тырысамын. Аман болайық, ақпаратты уақытылы беріп тұрамын. Баршаңызға сәттілік, сіздермен болған мақсатпен менің YouTube каналыма жазылып, өзге жандарға да бәріне осы видеоны жіберіп, яғни ақпардар қылыңыздар. Жақсы.